Кейбір жігіттермен сөйлесем айтады, мен ертең байып кетсем ата анама үй әперем, байып кетсем ата анама машина әперем. Байып кеткенде оны любой адам істей алады да. Сен қазір барың, қолыңда нең бар, сонымен бөлісуді үйрен. Қолыңда нең бар, сонымен жақсылық жасауды үйрен да. Күтпе, сен бай болып кетем дегенше дүниеден өтіп кетеді олар. Сен байым дегенше, сен ана айфоныңның кредитін жабам дегенше ол кісілер дүниеден өтіп кетеді, айналайын бауырым. Шаруаң шешілмей жатыр ма? Міне жақсылық жасап, батасын ал, шешіледі. Есіктердің барлығы ашылады. Бірақ біз өкінішке орай жақсылық істемейміз. Мама, мен сені жақсы көрем деп айтасың да, ары қарай аузыңа келгенді оттайсың келесі күні. Олай істеме. Алла тағалам қолда бардың қадірін түсінуді нәсіп етсін. Бүгін өздеріңізді көргеніме өте қатты қуаныштымын, жамағат. Баршаларыңызды Алла тағаланың разылығы үшін жақсы көрем. Алла тағала баршаларымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламаның туының астында жиналуды нәсіп болсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.